Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабаққа дайынсыңдар ма? Олай болса, дүниетану сабағымызды бастаймыз балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақстанда жасалған. Бұл сабақта сендер балалар, сабағымыздың мақсаты елімізде қандай өнімдер шығарылатынын білетін боласыңдар, және де азық-түліктің қайдан алынатынын анықтайтын боласыңдар. Балалар, жаңа сабағымызды бастамас бұрын біз өткен сабағымызды есімізге түсіріп алайық, иә? Өткен сабақта балалар, мен сендерге қандай тапсырма бердім? Иә, балалар, тамаша, дұрыс айтасыңдар. Отбасына қажет азық-түлік тізімін жасауға көмектесуді беріп едім, иә? Ал дайын болсақ, балалар, осы топқа барлығымыз үй тапсырмамызды жібереміз. Балалар, ал енді жаңа сабағымызды бастаймыз. Оқулығымыздағы 76-шы беттегі суретке назар аударамыз. Иә? Суреттегі азық-түлікті қайдан алуға болатындығы туралы әңгімелесейік. Ал балалар, мына бір суреттегі заттарға қарай отырып, ақшаға сатып алынатын заттарды атаймыз. Иә? Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Ақшаға мына заттарды сатып алуға болады. Балық өнімдерін, сүт өнімдерін, жеміс-жидектер және де көкөністер болсын, иә? Осы заттар сендердің үйлеріңде бар ма, балалар? Ал бұл заттарды сендер қайдан аласыңдар? Суреттегі заттардың қайсысын тегін алуға болады деп ойлайсыңдар? Ал қай затты дүкеннен сатып аласыңдар? Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Егер біз бау-бақшамен айналысатын болсақ, ол кезде жеміс-жидек пен көкөністерді тегін алуға болар еді. Ал мал шаруашылығымен айналысатын болсақ, онда бізге сүт өнімдері мен ет өнімдері тегін келер еді. Бірақ, балалар, қалалық жерде екі кәсіппен айналысу күрделі болғандықтан, біз осы заттарды дүкеннен немесе базардан сатып аламыз. Балалар, мына бір әже мен немересінің әңгімесін тыңдайықшы. Әже, бұл тағамдар дастарханға қайдан келеді? Бұл тағамдар дастарханға келу үшін көп адам еңбек етеді. Балалар, әжесі мен немересінің әңгімесі немен аяқталды деп ойлайсыңдар? Өз жауаптарыңды беріңдер. Балалар, сендердің ата-аналарың жұмыс істеп ақша табады. Ол ақшаға түрлі өнімдер мен заттар, азық-түліктер сатып алады. Ақша еңбекпен ғана келеді, балалар. Сондықтан да ол ақшаны қажетті заттарға жұмсауымыз қажет. Балалар, сендердің алдарыңда суретке қарай отырып, Қазақстанда жасалған деген эмблеманы көре аламыз. Бұл эмблема түрлі өнімдерде болады. Қазақстанда жасалған заттарда, Қазақстанда жасалған тауарлардың сыртында осындай эмблеманы көре алады екенбіз, балалар, иә? Және де, балалар, сендер білесіңдер ме? Мынандай штрих-код, тауар сыртында осындай штрих-код болады екен. Бұл белгінің алғашқы 3 санына қараймыз, иә? Тауардың қай елде өндірілгенін көрсетеді екен. Ал қазір үйлерінен тәжірибе жасап көріңдерші, балалар. Үйлерінде қандай азық-түлік бар? Сыртындағы осындай штрих-кодқа қараймыз. Біздің Қазақстан Республикасының штрих-коды 4-8-7-ден басталады екен. Енді ылғи да осыны қарап жүреміз, иә? Егер 4-8-7-ден басталған тауарды көрсек, демек бұл біздің еліміздің өндірілген өнімі екенін біле алады екенбіз, балалар. Балалар, еліміздің шаруашылығы көптеген салаларға бөлінеді екен, иә? Ет өнімдері, сүт өнімдері, жарма, нан өнімдерінің сапасы мен бағасы бойынша әлемдік бәсекеге түсе алады екен. Егін шаруашылығы өнімдеріне, балалар, суреттен қарасаңдар болады, бидай, күріш, жүгері, арпа, тары, тағы да басқа заттар осы біздің елімізде өндіріледі екен, балалар. Ал балалар, көкөністер, жеміс-жидектер біздің оңтүстігімізде көп өндіріледі екен. Өйткені ол жерде ауа райы жылы болғандықтан, көкөністер, жемістерді егіп баптағанға қолайлы екен.
Ал мал шаруашылығы өнімдері ол ет өнімдері және де шұжық өнімдері біздің елімізде өте көп тараған екен. Ал балалар, балық шаруашылығы еліміздің батыс өңірінде жақсы дамыған. Құс шаруашылығы да елімізде өте кеңінен тараған өнеркәсіп екен балалар. Балалар, сондай-ақ елімізде сүт өнімдері барлық өңірлерде кеңінен тараған екен. Сүт өнімдері, шұбатымыз бар, қымызымыз бар, ірімшік, құрт, балқаймағымыз бар, саумал, айранымыз бар. Осы өнімдердің барлығы еліміздің түкпір-түкпірінде өте жақсы дамыған екен. Және де балалар, біздің елімізде кондитерлік өнімдер өте көп. Яғни тәтті тағамдар, сүт өнімдері, ірімшік түрлері, кондитерлік өнімдер шығарылады екен. Осыған орай айтып кетсек, Рахат фабрикасы бар екен, және де Баян сұлу кәмпиттерін айтсақ болады екен. Және де түрлі печеньелер, торттар Қазақстанда өте кеңінен тараған екен. Міне балалар, біз сендермен Қазақстанда жасалатын өнімдермен таныстық. Біз отандық өнімді қолдаймыз. Қазақстан өз азық-түлік өнімдерімен шетелдерге өте танымал. Ал енді балалар, ізден тапсырмасы бойынша тиындарға қарап, олардың қандай айырмашылығы бар екенін анықтаймыз. Балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл тиындардың айырмашылығы оң беті мен сол бетінде орналасқан екен, Ал есептеп көрейікші балалар. Егер сендерде әрқайсысында 100 теңге болса, не сатып алар едіңдер балалар? Балмұздақ сатып алуға болады, Немесе сүт сатып алуға болады, жеміс сатып алуға болады, тәтті сатып алуға болады. Әрине балалар, ең алдымен біз не сатып аламыз? Нан сатып алады екенбіз балалар, Тамаша. Ал балалар, енді бекіту қорытындылайық. Картаға қараймыз балалар. Қазақстанда қандай өнімдер, қандай өңірлерде өндіріледі екен анықтаймыз, Картадан қарай отырып, қай өңірде қандай өнімдер кеңінен тараған екенін мұқият бақылаймыз. Ал оны біз қалай анықтаймыз? Ол үшін біз тос бағдарға қарап бағыттарды анықтап аламыз. Сендер білесіңдер ме, Қазақстанда көптеген азық-түлік өнімдері шығарылады. Ал енді балалар, бірінші тапсырма. Суретке мұқият қараймыз. Ерте кезде заттарды қалай сатып алған деп ойлайсыңдар? Сурет бойынша әңгімелейміз. Екінші тапсырма. Сөздерді оқимыз. Тауар болып саналатын атауларды атаймыз. Үшінші тапсырма. Сенің отбасыңда ақша қайда жұмсалады? Сызбаны толықтырып айтамыз. Балалар, мына сұрақтарға жауап берейікші. Өнімді тегін алу үшін не істеу керек деп ойлайсыздар? Және де Қазақстанда өндірілетін қандай тағам түрлерін білесіздер? Балалар, үйге тапсырма. Оқулықтағы 76-77 беттерді оқимыз. Жұмыс дәптеріндегі 53 және 54 жұмыс парағындағы тапсырмаларды орындаймыз. Балалар, енді кері байланыс жібереміз. Бас бармақ тәсілі арқылы барлығын түсінген болсаңыздар, саусағыңызды жоғары қалай, енді түсініп келемін болса, ортаға қаратай, түсінбедім десеңіздер, төмен қаратай саусақтарыңызды көрсетесіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.